Алла салды басымызға сынақты, жиі еске алсын деп пе жылатты. Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай, бірде көтеріп, бірде шығып құлатты. Ия, өмір өзен, өмір көш керуен, өмір жалған. Сонда да жаныңа жақын адамның мәңгі өмір сүруін пенде шіркін қалайды да тұрады екен. Алайда жазмыштан осқан ешкім жоқ. Кеше ғана бірімізге асқар тау әке, енді бірімізге жанашыр бауыр, адал жар бола білген Ботабайұлы Бердалы ағамызда өмір көшінен озып, бақилық мекеніне аттанып кете барды. Әулеттің тұңғышы қорғаны да, арқа сүйер тірегі де өзі еді. Амал қанша, мезгілсіз ажал суық құшағын алып, артында інісі 5 қарындасы мен 5 баласы ботадай боздап, жұбайы қайғыдан қан жұтып шарасыз қала берді. Көзі тірісінде әрдайым өзінен кейінгілерге қамқорлық танытып, ағалық көмегін аямайтын, ағайын тумаға да ылғи жәрдем беріп, шын пейілден құрақ ұшып тұратын, өмірге ерекше құштар жан еді. Балаларына үнемі мейірім шуағын төгіп, жан-жарына да құрметпен қарап, сыйласып жүретін. Көңілі дархан, жүрегі кең, ақ жүректі, ниеті таза болатын. Әттеген-ай, тек өмірі тым қысқа екен. Осындай бауырдан қыстың соңғы күні мәңгіге айрылдықта қалдық. Қолдан келер шара бар ма? Амалсыз бұйрыққа бағындық. Ендігі қолдан бар келері жаратқаннан, жатқан жері жайлы, топырағы торқа болып, рухы пейіште шалқысын деп сұрап, дұға тілек арнау, Құран бағыштау ғана. Мәңгі есте жарқын жүзің дидарың, есімізде күлімсіреп тұрғаның. Асыл әке, жәннатта болсын жаныңыз, Құдай қолдап, жолдас болсын иманың.